Сәлеметсіздер ма? Сабақтың тақырыбы 3D модельдеуді құрудың негізгі кезеңдері. Сабақтың мақсаты білім алушыларға компьютерлік графиканың түрлерін еске түсіре отырып, векторлық графиканы пайдалана отырып, 3D модельдеуді құрудың негізгі кезеңдерін түсіндіру. Модель ұғымы туралы не білеміз? Модель ұғымы күнделікті өмірде көптеп кездестіруге болады. Мысалы, әртүрлі машиналардың, ұшақтың, математикалық амалдар мен геометриялық түсіндірмелердің, үйдің модельдері, яғни тағы басқалары. Модель нақты бір объекті процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету үлгісі болып табылады. Объект бұл зат, оқиға, процесс, табиғат құбылысы, тағы басқасы. 3D модельдеу туралы біз не білеміз? Бүгінгі күні 3D графикалық модельдеумен бейнелейтін әрекеттер көптеп кездеседі. 3D dimensional сөзін ағылшын тілінен аударғанда үш өлшемді объект деген мағынаны білдіреді. Ғимарат, ұшақтар, көліктер, тұрмыстық техника, қаламдар, микросхемалар және компьютерлердің модельдері 3D технологиясының көмегімен құрастырылатын модельдер болып табылады. 3D модельдеу қандай салаларда қолданылады? Ойын индустриясында, виртуалдық мұражайларда, құрылыста, теледидарда, дизайн студиясында, жарнамаларда және өндірісте. 3D модельдеу үшін қандай бағдарлама қолданамыз? 3D модельдеу үшін төмендегідей бағдарламаларды қолданамыз. SketchUp, AutoCAD, 3D Max, Argon, Inventor, Compass және тағы басқалары. Үш өлшемді бейнелерді модельдеу үшін қандай қадамдарды орындай білу қажет? Бірінші модельдеу, екіншісі бояу, үшіншісі жарықтандыру, төртіншісі түсіру, бесіншісі рендеринг. Бүгінгі таңда технология тез қарқынды дамып келеді. 3D графика, 3D принтер, 3D графиканы сызып қана қоймай, 3D принтердің көмегімен басып шығаруға болады. Модельдеу үш өлшемді нысан жасау, яғни кез келген заттарды үш өлшемдік нұсқа ретінде өңдеу болып табылады. Арнайы бағдарламалар 3D модельдеуге арналған бағдарламалардың саны жетерлік. AutoCAD, Blender, SketchUp, Autodesk, Compass, Inventor, тағы басқалары. Blender 3D модельдеуді құрудың бағдарламасы. Blender бағдарламасы анимация жасауға, видео үзінділерді өңдеуге, түрлі ойындарға логикалық объекттерді енгізуге мүмкіндік береді. Ең маңыздысы ол бағдарламаның азғантай көлемі, әртүрлі операциялық жүйеде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Олар Linux, Windows, MacOS тағы басқалары. Үш қатпарлы 3D анимация және модельдеу соңғы жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды қолданысқа түсті. Бұл сөзсіз өнердің жаңа саласы, кино, мультипликация, рекламалық роликтер дайындау, ойын жасау және түрлі презентациялар жасаудан бастап, сәулет өнері мен инженерияда және көптеген тағы басқа салаларда қолданылады. Үш қатпарлы модельдеу және анимацияны түрлі этаптарға бөліп қарастырамыз. 3D модельдеу үшін түрлі бағдарламалар қолданылады. Олар біздің жұмысымызды жеңілдету үшін майда жұмыстарды автомат түрде жасайды. Тіпті кейбір бағдарламалар аса қиын функцияларды да іске асыра алады. Енді сол бағдарламаларда жұмыс қалай жүретінін қарастырайық. Ол жұмысты мынадай бөліктерге бөлуге болады. Ең алғашқы этап және ең негізгі деп алсақ та болады. Себебі бұнда бүкіл фигуралар детализация жасалады. Қоршаған орта, жер бедері, кейіпкерлер болса, солардың бейнесі барлығы осында жасалады. Бұл этапта дайын болған фигуралар үш қатпарлы модель деп аталады. Бұл модельдің әлі түсі, жасайтын қимылдары жоқ, бірақ нәрселер сұр ақшыл түсте. Модельдерді жасау үшін бізге 3D бағдарламалар кез келген фигураны бір-біріне қосу, кесу, деформация жасау сынды кең ауқымды мүмкіндіктер береді. Оларды қолданып, модель жасау тек жасаушының таланты мен тәжірибесіне және әрине оның фантазиясына тәуелді.
Бұл этапта 3D модельдер нормалдар картасында бөлініп, яғни барлық модельдің фигуралары жасақталып, керек түстерге боялады. Бұл процесті мынадай елестетсе болады. Кез келген фигураның беткі бөлігін сылып алып, оны жайып, керек түске бояп, қайтадан фигураның бетіне жабыстыру сынды. Бұл этаптардан өткен соң объектілерге реалистичный түр енеді, яғни олардың сыртқы көрінісі шын өмірдегіге қатты жақындайды. Келесі модельдеудің түрі бұл регинг. Бұл процесті бұлай сипаттаса болады. Қимылдайтын фигуралардың сүйектерін жасау, яғни бұл этапта барлық қимылдайтын фигураларға сүйектер енгізіледі. Бұл сүйектер фигураны қимылға келтіру үшін керек, яғни модельдің әрбір бөлігін белгілі бір сүйекке бағынышты етіп қойып, сол сүйекті қимылдатқанда, сол сүйекке бағынышты бөлік қимылға келеді. Анимациялау. Бұл этапта барлық дайын модельдер қимылға келтіріліп, анимация жасалады. Жоғарыдағы рейнингте жасалған сүйектеріміз осында кеңінен қолданылады. Рендеринг бұл этапты екі түрге бөлуге болады. Сурет рендерлеу, екіншісі видео рендерлеу. Сурет рендерлеу бұл модельдерді текстуралап болған соң, оны белгілі бір рекурстардан, яғни камерадан суретке түсіру болып табылады. Бұл соңғы этап компьютерлерге аса үлкен ауырлықтар түсіреді. Сондықтан ең ұзақ этап болып есептеледі. Егер рендеринг суперкомпьютерлерде орындалмаса, бұл процесс ондаған жылдарға, тіпті ғасырларға созылуы мүмкін. Мысалға, Шрек 3 мультфильмінің рендерингі 20 миллион сағатты алған. Ескеретін жайт, мұнда 1000 Linux-те істейтін дербес компьютерлер және 3000 Linux-тегі серверлер күші қолданылған. 3D принтерлер. Қазіргі таңда 3D принтер түрлері өте көп. 3D принтер суретті 3 өлшемді етіп шығаратын құрылғы. Ол сандық, 3 өлшемді модельді пайдалана отыра қабаттап шығарады. Суретті жасап шығаруға пластиктің бірнеше түрі негіз болады. Алайда бүгінде өндірушілер бейненің әлдеқайда шынайы болуына жаңа компоненттер қосып жатыр. Назарларыңызға Inventor бағдарламасында тәжірибелік жұмыс. Inventor бағдарламасындағы деталь менюінен біздер қазір кішігірім болттың схемасын құратын боламыз. Ол үшін 3D модель эскизінен бірінші окружность командасын алып, ішкі диаметрін 15, сыртқы диаметрін 28 қылдырып, болттың негізгі сұлбасын береміз. Одан кейін выдавливание батырмасы арқылы қалыңдығын беретін боламыз. Фаска, яғни фаска деп отырғанымыз бұл болттың негізгі овал жақтарын шығару мақсатында қажет. Прямоугольник батырмасынан многоугольник, яғни 6 угол, яғни 6 уголмен негізгі болттың сұлбасын, ішкі және сыртқы сұлбасын беріп, оның керек емес жерлерін қиып тастаймыз. Қиып тастау арқылы біздер болтымыздың направлениясын, яғни орнықтырамыз. Орнын саламыз. Осыдан кейін белгілі бір материалын таңдаймыз. Материалы әртүрлі стальной болғаннан кейін осылай резьба салу үшін, яғни резьба деп отқанымыз ішіндегі өлшемдерін беріп, әртүрлі өлшем арқылы, кішкентай үлкен өлшемдер арқылы біздер болттың ішкі резьбасын береміз. Осындай бізде болт пайда болды. Нәтижесінде осындай болт пайда болды. Ең соңғы этап сохранить, яғни
сақтау батырмасын болт деп сақтаймыз. Осы деталімізді 3D принтерға алып барып, арнайы флеш принт программасына салып, көлемін беріп, деталімізді 3D форматта көретін боламыз. Назарларыңызға рахмет.